Кеш жарық эфирде жолдау акценттері мен Жансая Қожахмет. Бүгін біз бағдарлама аясында ел президентінің жолдауда назар аударған тағы бір бағытына, мәселеге акцент қоямыз. Ең алдымен 2025 жылды мемлекет басшысының жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялау бастамасы көптің көңілінен шыққанын айту керек. Техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау ең маңызды мәселе. Әсілі жұмысшы мамандықтарының мәртебесін көтеру арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттауға мол мүмкіндік туатыны айтпаса да түсінікті. Қасым-Жомарт Тоқаев адал әрі табанды еңбегімен табысқа жеткен адамдар қашанда құрметті, сыйлы болуы керектігіне де назар аударды. Ендеше кәсіптік және техникалық білім алу жолындағы мәселелерді бүгін жіпке тіземіз. Алдымен әріптестеріміз әзірлеген сюжетке назар аударайық. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауында елдегі кәсіптік және техникалық мамандардың тапшылығын жоюды құзырлы органдарға қатаң тапсырды. Яғни өнеркәсіп, көлік, ауыл су шаруашылығы мамандары, құрылысшылар мен энергетиктер, геологтар мен инженерлерді көптеп даярлау алға қойған мақсаттардың бірі болмақ. Мамандарды даярлауға мемлекеттік тапсырыстарды кезең-кезеңмен кеңейту, үздік университеттер мен экономиканың нақты сектор арасындағы байланысты нығайту, инновациялық саясатты ғылыми-техникалық басымдықтармен үндестіру қажет екенде атап өтті. Сондай-ақ президент жоғары нәтиже көрсеткен колледж түлектерін салалық мемлекеттік органдарға қабылдау мүмкіндігін жан-жақты қарастыруды да тапсырды. Қасым-Жомарт Тоқаев алдағы 2025 жылда жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялады. Сөзінше бұл жыл қоғамымызда еңбексүйгіштік пен кәсіпқойлық идеясын санаға сіңдіруге септігін тигізеді. Және техникалық кәсіби білім беру жүйесіне түпкілікті реформа жасалатын болады. Бүгін кәсіптік және техникалық білім беру турасында әңгіме өрбітеміз. Ендеше бүгінгі жолдау акценттерінің төріне келген қонақтарымызбен таныстырайын. Студиямызда қонақта Саурықов Ерболат Бай Ұзағұлы, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз. Және бүгін біздің студиямызда қонақта Тәтібеков Санжар Мирханұлы, оқу-ағарту министрлігіне қарасты Талап коммерциялық емес ұйымының президенті. Қош келдіңіз. Сюжеттен де көрдік, президентіміз жолдау аясында да кәсіптік және техникалық білімге өте көп назар аударды. 2025 жылды жұмысшы мамандығының жылы деп жариялады. Енді осы орайда мынадай мәселе туындайды. Кәсіптік білім беру ұйымдарының қазіргі әлеуеті қандай негізі біздің елімізде? Енді бұл кәсіптік білім беру ұйымдары біздің оқу-ағарту министрлігіне қарайды. Ол жерде 770-ден астам колледж бар бүгінгі күнде. Олардың сол көбісі кәсіптік техникалық бағыттағы, ауыл шаруашылық бағыттағы мамандар дайындайды. 500 мыңнан астам студенттері бар бүгінгі күнде. Өте үлкен армия десе де болады. Бірақ енді бүгінгі күнде шын мәнісінде мен өзім осы бірнеше ақпарат құралдарының беттерін айтып жүрмін. Жалпы біздің еліміздегі осы кәсіптік білім беру, техникалық білім беру мамандықтарындағы дайындалып жатқан студенттердің біліміне және олардың жұмысқа орналасу мәселесіне және сол мекемелерде олардың әсіресе бір жылдық 9 айлық оқитындар бар жұмысшы мамандықтарының жұмысты тауып орналасып сол мамандығының егесі болып атанып кетіп жатқандығына жалпы күмәнім бар. Неге? Өйткені мен өзім осы білім саласында өмірбақи жұмыс істеп келе жатырмын. Жоғары білім басқардым. Жекеменшік колледжінде құрылтайшысымын. Өйткені ең үлкен мәселе бұл жерде неден туындап тұр. Бұл туралы біз мынау мемлекеттік қызметтер агенттігінің бастығымен мен сөйлескен болатынмын. Жалпы ең бірінші мәселе бүгінгі күндегі біздің Қазақстандағы мекемелердің барлығы жаппай, оның ішінде мемлекеттік мекемелер, квази мемлекеттік мекемелер, одан қала берді жекеменшік мекемелердің өзі жұмысқа қабылдау тәртібінде жоғары білімнің қажеттілігін жасап қойған. Міндетті түрде жоғары білімнің қажеттілігін жасақтап қойған. Сондықтан колледжді бітірген балаларымыз бірден жұмысқа орналаса алмайды. Өйткені олар жоғары білімге түсіруге ниеттенеді. Ол бір. Екінші, колледждердегі жалпы колледждердің біздің Қазақстандағы 700-ге жуық колледж дедім ғой. Мен енді көбісін аралап өттім. Көбісінде материалдық техникалық база енді ғана нығайып келе жатыр. 60-70%-ның әлі де болса оқу лабораториялық базалары ескілеу. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе
мынау кадр мәселесі. Бұл жерде мынау біз мектептің мәселесін шешіп алдық, жоғарғы оқу орындарының мәселесін шешіп алдық. Осы екі ортада бізде колледждің оқу, ағарту, білім беретін мұғалімдерінің айлық деңгейі төменгі деңгейде қалып кетті. Ешқандай көтерілмей қалды. Жекеменшік колледждер өзінің қаражат негізінен көтеруге тырысып отыр, ал мемлекеттік колледждердің барлығында менің әріптесім менің сөзімді өтірікке шығармайды, жалақысы өте төмен деңгейде қалып кетті. Бұл мәселе де үлкен реформаны күтіп тұрған нәрсе. Санжар Мейірханұлының бұл тарапта айтатын өз ойы бар сияқты, себебі 2025 жылы енді кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарына көбірек назар аударылатын сияқты. Осы ретте жалақы мәселесі мен шәкіртақы мәселесіне кеңірек тоқталайықшы. Енді жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай жолдауда президентіміз не айтты? Жұмысшы мамандықтар жылы деп атаймыз деді. 2020 жариялады 25 жылды. Сонымен қатар кәсіптік техникалық білім беру жүйесін реформалау керек деп жеке нақты атап өтті. Әрине жалпы экономиканың драйвері жұмысшы мамандықтар десек, біз қоғам болып осыған қатты назар аударуымыз керек. Жаңағы енді жалақыға тоқталатын болсақ, енді барлық деңгейдің студенттері сияқты, бұл студенттеріміздің стипендиясы да өсіп келе жатыр. Мысалға 20 жылы шамамен 32 мыңдай болатын болса, 32 мың теңге 24 жылы ол көрсеткіш 42 мың, 43 мыңға өсіп жатыр. Жалақыға келетін болсақ, әрине кейбір тежейтін факторлар бар. Ол рас, өйткені кәсіп техникалық білім беру жүйесінің мысалға педагог статусы бойынша әрине ол бір орыннан қозғалмады деп айта алмаймыз. Белгілі бір деңгейде өсіп келе жатыр. Динамика бар. Кейбір колледждерде мысалға 400-ге шейін, 500-ге шейін алатын кейбір колледждеріміз бар. Жалақысы мұғалімдердің. Кейбір колледждерде мысалға 200-ге шейін, не болмаса 150 мен 200-дің арасында алатын мұғалімдеріміз де бар. Бұл енді ынталандыру үшін жекеменшік колледждердің жасап отырған. Бұл жоқ, бұл әрине әртүрлі факторларға байланысты. Бізде мысалға мемлекеттік 447 колледжіміз болатын болса, оның 325-і, сонымен қатар 325 жекеменшік колледждеріміз бар. Әрине категориясына байланысты жеке ол ақша бөлінеді, бірақ дегенмен де мысалға кейде айтып жатады әріптестерімнің, мысалға мен айтарым, мысалға бізде магистрлікке төленсе, биылғы мысалға доктор атағы бар педагогтеріміз колледж дейтін, олар мысалға алынып тастап жатыр деген сияқтылар. Олардың бәрі төленсе, әрине ол нұр үстіне нұр болады. Өндірістен тартқымыз келеді, кейбір мамандарды олар жалақыға қарап басқаша ойлауы мүмкін, өндірісте одан көп алуы мүмкін. Бірақ градация әртүрлі. Мен бір ауыздан мына колледждің барлығында толық жалақы төмен деп айта алмаймын. Енді нарықтық экономикада жалақының әр уақытта өсе бергенін қалаймыз бәріміз. Сондықтан да ол колледждерге де қатысты дүние. Ал енді грант беру мәселесіне келгенде, қазір бізді көріп отырған көрермендердің арасында ата-аналар болса, өзінің үйінде жаңағы бала тәрбиелеп, ертең оқуға осы түседі-ау деп отырған ата-аналар қызығушылық таныту үшін грант мәселесінің бөліну принциптеріне мысалы қараңыз, бізде колледждерде биылғы жылы 145 грант бөлінді. Бізде колледждерде мысалға қазір 500 мың астам студент оқыса, биыл 143 пен 145-тің арасында грант бөлінді. 145 мың. 145 мың грант бөлінді, яғни. Бітіретін түлектердің саны 150 мен 160 мың арасында. Жыл сайын бітіреді да, енді ақыл топты қоссақ та барлығында. Яғни колледждерге қазір түсу аттестатының балыменен оқуға түсе береді. Яғни ол жекелеген экзамен тапсырмайды. Кейбір мамандықтарда шығармашылық экзамен бар, бірақ олар колледжге түсу қазіргі таңда келем мен оқимын, жұмысшы мамандығын елем дейтін адамға былай қарасаңыз есік ашық. Бұл қажет дүние. Бірақ та сіз айтып отырғандай, бізде кәсіп техникалық білім беру жүйесінің сонымен қатар деңгейінің төмендігі ол қоғамдық пікір. Қоғамдық пікірді қалыптастыратын, мысалға депутаттарымыз, не болмаса басқа да бизнесмендеріміз, мен жұмысшы мамандығынан шықтым, қазіргі таңда осындай деңгейдемін деп айтатын адамдар аз. Өйткені ол деңгейге жоғарғы оқу орнында бітірдім, не болмаса анда істедім, тәжірибемен келдім деп ойлайды. Бірақ негізін жұмысшы мамандығынан алған көптеген біздің лидер мнение дейміз ғой,
пікір иелері көп. Қазір таңда қоғамға олар көбінеге айтса. Президентіміз жаңа де айтып кеттіңіз ғой, жаңа мысалы президентіміз айтып кетті, мемлекеттік органға келуге колледждің түлектерінде алу керек деген жолдауында онда айтып кетті. Осы уақытқа шейін әрине ол тежеу факторларының бірі. Өйткені әрбір адам мен жоғары оқу орнын алып алсам ғана белгілі бір дәрежеге жетем деген өзінің ой қалыптасады. Бірақ біз айтамыз, жоқ, сен колледжді бітір, не болмаса прикладной бакалавр дейміз, салалық прикладной бакалаврды бітір, әрі қарай сенің жолың ашық. Сондықтан да біз колледждерге де жаңағы трансформацияның деңгейінде де кәсіп техникалық білім беру мен жоғары оқу орнының бағдарламасын синхронизация жасауды да көздеп отырмыз. Қараңыздар, қалай болғанда да сайып келгенде науқаншылыққа салынбауымыз керек, колледжға түсу оңтайланып кетті, болмаса колледжда көбірек грант береді екен деп, тағы да барлығын бірдей колледжға айдап салуға болмайды ғой жұмысшы мамандарға? Бұл туралы мен айтайын. Мен осының алдында бір берген сұхбаттарымда айтып жүрмін ғой, мынау жоғары білім саласында да, мынау кәсіп техникалық білім саласында да шын мәнінде бір кезде президенттің тапсырмасы болды, біз тегін кәсіптік техникалық білімді 100%-ға дейін жеткізуіміз керек деп. Негізі мен бұл ұстанымға қарсымын. Жеке менің азаматтық позициям бұл. Өйткені неғұрлым біз қолжетімді білімді толық қамтамасыз еткен сайын, бізде осы күні білімнің құнын білу төмендеп бара жатыр. Өйткені мысал қараңыздар, бір ғана мысал, биыл Қазақстан бойынша мектепті 180 мыңға жуық бала бітірді, ал жоғары білімге 93 мың грант берілді. Бір орынға 2 адам келді. Ал бір кездерде бір орынға 10 адамға дейін бәсекелестік болатын. Бәсекелестік жоқ жерде біз жақсы маман таңдап аламаймыз. Бұл бірінші. Екінші, мен жаңағы әріптесімнің кейбір мәселелерімен келіспеймін. Енді колледждердің жалпы деңгейі көтеріліп бара жатқан шығар, бірақ бүгінгі күннің талабына сай көтеріліп келе жатқан деңгейі біз артта қалып бара жатырмыз. Шын мәнінде қалып бара жатырмыз. Мысалы, өңірлерде колледждер бар, жаңағы ақылы негізде балаларды қабылдайды, жылына 120 мың, 150 мың теңге оқу ақысы. Кім оқиды? Бүгінгі күнде 150 мың теңгеге кім білім береді? Ол мүмкін емес. Жақсы мектептер, жақсы колледждер, жақсы жоғары оқу орындарында білімге төленетін қаржы өте жоғары болады. Ал жаңағы гранттарды мысалы қазір көбейтіп тастадық. 23 жылы 80%, 24 жылы 90%, 2025-те біз 100%-ға жеткіземіз деп отырмыз. Жеткізейік, ол да жақсы шығар. Халық үшін, ел үшін үлкен бұл әлеуметтік пакет, тегін білім алсын деген. Бірақ соны түсініп атқан біздің жастарымыз жоқ қой бүгінгі күнде. Одан кейін жаңағы мәселе, шын мәнінде айлық төмен, оны мойындау керек. Қазір мысалы бірнеше колледждерге анализ жасап қараңыздар, айлық деңгейі өте төмен. Белгілі бір колледждер бар, әріптесім айтып отырған 400 мың, 500 мыңға дейін жететін. Олар өздері жасап алған жақсы колледждер, мықты колледждер олар. Олардың шәкірттері бүгінгі күнде талапқа ие болып отыр, сұранысқа ие болып отыр. Ал бірақ негізі 70%-ында сұранысқа ие бола алмай отыр әлі күнге дейін. Өйткені өндіріспен арада байланыс жоқ. Біздің дуалды оқыту дегенімізде толық шешімін таппай отыр. Мен осыдан бір 4-5 жыл бұрын ғана Иран мемлекетінде болып қайттым. Орта кәсіптік білім жүйесімен таныстым, колледждеріне бардым. Өткенде президент айтты ғой жолдаудан кейін форумда айтты. Егер біз мемлекетті экономикасын тұрақтандыруымыз керек болатын болса, біз өсімге ішкі өнімді көбейтетін болсақ, біз орта және шағын бизнестің көлемін 15%-ға жеткізуіміз керек деді. Бүгінгі күнде бізде 7%. Біз қалай жетеміз? Бізде жұмысшы мамандар жоқ. Біз дайындап жатырмыз лек-легімен. 530 мың адам оқып жатыр. Бірақ қайда олар? Өйткені олар бармайды ол салаға. Өйткені мекемелер бітіріп келген соң ол балаларды алмайды жұмысқа. Мен мысалы мынау неде болдым, Кентаудағы трансформатор заводында. О жерде жаңағы колледждің балаларына келіп, сол жерде жұмыс жасатып, тәжірибеден өткізеді екен. Біткен бетте балалар жұмысқа алып кетеді. Осылай болу керек. Теория ол бір бөлек, тәжірибе бөлек мәселе. Мынау Иран мемлекеті, мен не үшін айттым? Иран 30 жыл бойы санкцияда отырғаннан кейін бұлар өздерінде іштен қысылып, өздерін дамытуға кірісті. Сол арқасында оларда орта және шағын бизнестің көлемін өте жоғары деңгейге көтерді. Колледждерінің кез келген колледжіне кірсеңіз, кез келген колледждің ішінде өндіріс бар. Колледждің ішінде орналасқан өндіріс. Сол жерде балаларды оқуға қабылдайды, сол жерде балаларға тапсырыс береді, сол жерде балалардың жасаған қол өнімдерін колледж өзі сатады.
бітіргеннен кейін балаларын сол өндірістер жұмысқа алып кетеді. Байланыс қалай орнатылған? Демек, мотивация бар, студенттерге? Бізге де осылай жасауымыз қажет. Жаңа президенттің реформа керек деп отырған осы. Санжар Мейірханұлы, осы бір тәжірибені негізге алуға болатын сияқты. Қазір әріптестеріміз әзірлеген жолдаудан бір үзіндіге назар аударайық, кейін жалғастырамыз осы тақырыпты. Кәсіптік білім беру саласына реформа жасау айрықша өзекті мәселе. Бұл экономиканың өсімін қамтамасыз ету және инвестициялық тартымдылығын арттыру үшін аса қажет қадам. Мен 2025 жылда жұмысшы мамандықтары жылы деп жариялаймын. Осы уақыт ішінде техникалық және кәсіби білім беру жүйесін реформалау қажет. Сондай-ақ біз жұмысшы мамандықтарын дәріптеу арқылы қоғамда еңбекқор және нағыз маман болу идеясын насихаттаймыз. Жалғастырайық. Сонымен Санжар Мейірханұлы, шетелдік тәжірибені біздің елде қолдануға мүмкіндік бар ма? Әрине. Біріншіден, әрине бізде көбінде айтамыз, жұмыс берушіменен колледждің арасында байланыс жоқ дейміз. Түбегейлі онда айтуға болмайды. Неге? Бізде сол үшін бір проблеманың күйін былай ойладық. Білім бағдарламаларын типтіктен белгілі бір жұмыс берушіменен тікелей жұмыс жасауға көшіру керек деп, қазір кәсіп-техникалық білім беру жүйесінде академиялық дербестік бар. Оны құрылтайда президентіміз де айтып кетті. Қазір таңда колледждеріміз жұмыс берушінің талабына сай жұмыс дереу кадр дайындау үшін өз бағдарламаларын бірге дайындайды. Бұл жерде бір плюсын айтайық. Екіншіден, жаңа біз бизнеспен колледжге айтамыз, бизнесті көбіне шақырыңыздар, жұмыс берушінің күнін бір күн белгілеңдерді сол жерге шақырыңдар дейміз. Ол процестерде жүріп жатыр. Бірақ та тежейтін факторлар да бар. Неліктен? Жаңа сіз айтқандай, кейде біз колледждерімізде жаңа айтып отыр, Иран мемлекетінде. Бізде ондай колледждердің мысалға биылғы жылы шамамен шатыспасам 190 колледжімізде өз өнімін шығарып, өздерінің колледждерінде соны оқу процесінен алған пайданың бәрін өз оқу процесінен пайдаланып отырған колледждеріміз бар. Дегенмен де бір тежейтін фактор бар. Мысалға, бізде Қостанайдың өңірін айтайық, өзінің уставында болса да, жарғысында да колледждерімізге бәсекелестікті қорғау агенттігі айтады. Сіздердің басты мақсаттарыңыз оқыту, ақша тауып, пайда тауып емес дейді. Жамбылда 2 социальный магазины бар колледжіміз болды. Онда мысалға пока істемеу керек, сіздердің мақсаттарыңыз оқыту. Бізде енді жақсы кейстеріміз бар, істеп жатқан. Бірақ та қазіргі таңда бұны мемлекеттік тұрғыда депутаттарымыз осыған қатты назар аударса, колледждеріміз бұл мәселені пайдаланылады. Мысалға, жас маман 180 колледжін деді де, бұл жандандырып істеп жатыр. Истегісі де келеді. Неге? Мысалға, кейбір колледждерімізде швейный аппараттарымыз тұрда, станоктарымыз, машинкаларымыз. Сонымен тезірек тігін жасап, оны білім саласы өзін-өз қамтай алады. Бірақ бұл жерде белгілі бір бәсекеге қабілетті қорғау агенттігі айтуы мүмкін. Жоқ, сіздердің тараптарыңыз осы оқытуға ғана шұғылдану керек. Ерболат Байзақов, бұл енді депутаттық сауал ретінде көтеруге болатын мәселе сияқты, Бұны депутаттық сауал ретінде көтеруге болады. Бұл мәселені мен көтергем де. Негізінен ол үшін біз мемлекеттік колледждер бар, колледждің түрлері көп. Бұлардың ішінде жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, олар жаңағы айтқан мәселені орындай алады. Алып сата алады, басқа да қосымша жұмыстар істей алады. Ал егер таза мемлекеттің 100% несіменен отырғандар, акциясында отырғандар. Қазір барлығына тежеу болып отыр да. Заң қалай жасалады? Или депутаттың өзінің ұсынысымен жасалады, болмаса оны жаңағы мемлекеттік орган дайындап алып келеді. Мысалы, оқу ағарту министрлігі осы тежеулерді алып тастау жөнінде заң жобасын дайындап бізге мәжіліске алып келсе, мәжіліс депутаттар қолдамай тастаса, онда айтуға болады. Жақсы, әдемі әңгіме, жақсы үлкен бір мәселенің басын ашқан сияқтымыз. Бұны депутаттық сауалға да көтеріп, сіздер де өз тараптарыңыздан депутаттардың алдына алып келсеңіздер болады бұл мәселені шешу үшін. Кейбір депутаттармен бұны талқылап жатырмыз. Рахмет. Бұл мәселе өте өзекті, өткір тұрған мәселелердің бірі. Студиямызға келіп сұхбат бергендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге айтар алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Қымбатты көрермен, естеріңізге сала кеттік. Шынымен де президентіміз айтпақшы, жұмыстың жаманы жоқ. Кез келген еңбек қадірлі. Ең бастысы, әркім жауапкершілікті сезініп, өз міндетін сапалы атқаруы тиіс. Жолдау акценттерін апта сайын 24 KZ арнасынан жіберіп алмаңыздар. Аман болыңыздар.